Балдыз сөзіне байланысты видео материал жариялаған едім. Жазылған пікірлер де қаралымы да таралымы да көп бопты. Біріншіден, балдыз сөзі тек әйел адамға, сондай-ақ ер адамға да, әйел адамға да қарата айту бойынша жалпы халықтық сипат алмаған. Бастапқы мағынасы әйел адамға қатысты ғой, сол мағынаны сақтап әлі де қолданатындар да бар. Алайда қазіргі таңда өзгеру процесінде ер адамға да, әйел адамға да қатар қолдану жиі кездеседі. Қай нұсқа әдеби норма болып қалады, оны уақыт көрсетеді. Сосын тәте сөзін ер адамға да айтатындар да бар. Бұның тарихи негізі бар. Көне формасы дивани лұғат ат түрікте деде деп келеді, әке ата деген мағынада. Тәте сөзі тете сөзінен емес. Мысалы, Абай атамызда әкесін тәте деп айтқан. Кейін әйел адамға да жалпы қазақта қолдану қосылды. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде де тәте сөзіне жасы үлкен туыс әйел апа деген анықтама берілген. Қай нұсқа әдеби норма болып қалады, оны да уақыт көрсетеді. Түсінікті болу үшін тағы бір мысал келтірейін. Ата сөзі түсіндірме сөздікте әкенің әкесі үлкен әке деген анықтама берілген. Кезінде ата сөзі әке мағынасында да қолданылған. Қазір ол мағынада қолданатындар санаулы адам. Мысалы, Абай атамыз атадан 6, анадан 4 дейді. Бұл жерде Абай атамыз ата деп әкесін айтып тұр. Атадан 6 емес, негізі 7, ол бөлек әңгіме. Ата ана дегенде ата сөзі әке мағынасын сақтап қалған. Әке ана ғой негізі түсіндірме сөздікте, ол жерде де ата анаға әке шеше деген анықтама берілген. Алайда қазіргі таңда ата сөзі әке мағынасы бойынша жалпы халықтық сипатта емес, өзгеріске ұшыраған. Ал балдыз тәте сөздері өзгеріс үстіндегі сөздер. Өйткені балдыз тәте сөздерін қазақ екі түрлі қолданып келеді. Негізгі мағыналарын біле жүрейік.